Sonda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem soraydı. Kıyamet günü ya, men ümmetimde kalay tanıyımın. Men Abu Bakır'da tanıyımın. Omar'da tanıyımın. Musab'da tanıyımın. Kalganların kalay tanıyımın деген vaqtda deret algan ağzalarından tanıysın deydi. Ya eyyühellezine amenu İza kumtum ila salati faghsilu vujuhakum ve eydiyakum ila'l marafiqi vamsahu bi ru'usikum ve arjulakum ila'l ka'bayn. Ey iman etkenler, namazga tura gelgenderimde betteringde toluq жуыңдар. Koldu şıntaqpен qosa жуыңдар. Басқа мәсих тартыңдар, аяқты тобыққа бер жуыңдар. Және де біз шапағатқа ие болу үшін ең аз не істеуіміз керек екен? Дәрет алуымыз керек. Егер біз күнде 5 уақыт намазға дәрет алған болсақ, қиямет күнде осы жерлеріміз ағарып жылтырап тұрады. Пайғамбарымыз бізді тани дегенде, міне, менің үмметім, сендерге шапағат еттім дейді. Аллахтан шапағат сұрады. Сонда пайғамбарымыз біздің қазір сұрағымыз келіп жатқан нәрсені сұрайды. Егер намаз оқымаған үмметім болсашы, дәрет алмаған үмметім болсашы, оларды мен қалай танимын? Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламға Жабраил амин, олар тани алмайсың.